кездесті, әруаққа ақша сұрамай тегін қарайды деп. Өлген әруаққа ештеңе де керек емес, молаға ештеңе алып кетпейсіздер. Мына сары кемпірдің ақшасын мен қалай беруім керек? Мына үйдің иесіне мен не төлеуім керек? Соны төлеу керексіздер, 10 000 теңгеден сіздер. Мен талдың түбіне отырып қарайын ба, онда қазір участковый келіп, ол да тағы маза бермейді. Қайқа отырып қараймын мен сені. Дұрыс па? Әлі айтып отырып, қайқа қараймын мен сонда. Сен айлығыңды қалай төлеймін мен сонда? Бермесеңіз, мен сізді бесплатно жүрмін, біреудің үйінің анасысың ғой сен. Мына тамақтың ақшасын мен қалай төлеймін сонда? Жоқ, 10 000 теңге сол үшін керек қой. Мына жұмыртқа аламыз, бейіт қаншаға сатып аласыңыз? 400-500 теңге. Жұмыртқаның өзі қымбат, 100 теңгеден ал. Әрқайсысына 2 жұмыртқа, пищевой пакет 1000 теңгеге сатып аламыз. Оның бәрін мен қаяқтан аламын сонда? Әруақ сұрамайды, иә, сұрамайды әруақ. Мен еңбегім бар емес па? 10 000 теңге өліп басы жандарыңнан артық па не? Дымымды қоймадыңдар ғой менің. Ана бақашаяндарға ақыл айтқан үшін 150 000 теңге, 15-20 000 теңге төлеп жатсың, ол сенің бақашаян жаны ашып жатыр ма сендерге? Менің мазам жоқ, сіздер неге маған? Қалайсыздар, амансыздар ма? Достар, Құдай қаласа шілдеден бастап біздер емделу бағасын 20 000 теңге көтерді. Мен апаларға ескерттім. Бұрын келіп жүрсіз папатай? Жақсы болдыңыз ба? Жақсы, мен ұршығым, мен келіп жүрмін бе? Қазір белім жақсы арасында. Сол 20 000 болса да келем деп айтым нарсы. Потому что достар бізге жазылады, келмейді. Аз адам, ол аз адам біздің төлемдерімізді өте алмай, самолеттің билеттерінің ақшасын біз төлей алмай жатырмыз. Жазылған адамдар келмейді 10 000 қылғанмен. Енді количествомен ұтып жұмыс жасайық десек. Соған байланысты енді амал жоқ, мен біреуге сіздер үшін қарызға кірмеймін, лучше қарамай отырайын, келмесеңіздер де реніш жоқ. Бірақ онлайн бата біреу жазып қойыпты, батаға да солай аласың ба? Неге бата сізде тегін беріліп жатыр ол? Телеграммада тегін, Инстаграмда тегін. Ол мына жерге келгенде мен басқа бата бермеймін, сол одан тегін бата алынды. Зачем сіздер 20 000 теңге ақша құрды? Денсаулық болса, ол 20 000 артық емес, денсаулық. Аны қалған бата бәрі тегін өтіп жатыр. Қатысыңыздар, неге ақша құртпаңыз? Қалайсыздар, амансыздар ма? Біз аман есен. Бүгін Павлодардағы емімізді аяқтадық. Мен түнімен жол жүріп, сағат 6 сағат дегенде өлең кеп түнде таңда осы жерге жаңа 5-6-да келіп ұйықтап, 1-2 сағат 9-да қайтадан адам қарап, шүкір міне аяқтадық. Өкінішке орай 70 адам деп жазылған, соның шамалы 20-30 адам ғана келді. Қаншама біз расходталып келген еңбегімізге 10 000 теңге дегенде де келген жоқсыздар. Енді ренжімейсіздер. Құдай қаласа біздер 20 000 теңге қылып қойып жатырмыз. 2 айда келейік, мүмкін 3 айда әйтеуір қалаған адамдарға келеміз. Ол неге? Себебі біздер жолымыздың бүкіл көлікке ақша төледік, мына үй жалдадық. Асымыз бар, жаңағы жұмысшыларымыз бар, бейінтіміз бар, жұмыртқамыз бар, пищевой пакетіміз бар. Осының бәрі соған кіреді. Енді ренжімейсіздер. Өздеріңіз еңбек етуден қашқан жоқпын. Мен ойлаған бір хотя бы 50 адам болса шамалы жақсы болады еді. Өкінішке орай еңбегімізді ақталған жоқ. Достар, қайырлы күн. Бүгін бізде қасиетті жұмана ем шипа жақсы түседі. Бүгін батадан қалмаңыздар. Әкелің суретіңізді дайындай ғой. Біздер батада өздеріңіз білесіздер, ұйықтаймыз, ойбай ұйықтайтын едік дегенде сағат 8-де береміз. Және ойбай ерте ондай уақытта десе 10-да береміз. Дұрыс па? Бір 7-де 3 рет, оның ішінде 6 рет, тиктокта 1 рет, 7 рет. Бір 7-де 7 рет бата болады. Ешқандай ақша сұрап жатқан жоқ. Біз не берсеңіз де ризамыз. Телеграммада қазір 2-ден күнде демалыссыз 8-ге дейін ем шипа жүреді. Жұмыртқа, бейінт бәрін ойқа оқытып, дем салынып, өздеріңізге қолданыңыздар. Ол жақта да бергенін алып қараймыз. Ал енді қалаларға бару бізге солай болып тұр. Ренжейсіздер ма? Ренжіме өздеріңіз қара, ол менің қатысым жоқ. Рас жүріп тұруымызды пәтер жалдауға төлеуімізге. Соған байланысты. Біз күшті болып ем қабылдап жатсақ, маған көмектесті. Білмеймін, рахмет, Алла разы болсын. Батадан жақсы болды. Жақсы, батадан өте жақсы болдым. Жолым ашылып, қарыз кредиттарынан құтылып, өте алмай жүрген ФТЭК-тан өттім. Группа берді. Бәлен жыл өте алмай жүргем 4 жылдай почти. Достар, бата тегін ғой, ақша тегін. Жоқ, тегін. Онда неге ренжейсіздер? Батаға ақша құтылған қажет жоқ. Не айтып отыр ғой, Құдай шоғы. Қатысыз болмай қалса да ренжейсіз. Батаңызға 2 рет кірем. 8-де кірем, 10-да кірем. Телеграмнан қараймыз номердің кезінде. Сол тиктоктан да. Одан артық не керек? Берсең де бермесең де. 2 рет жүрет кірем, сол сәрсенбі, бейсенбі. Ренжейсіздер. Неге ренжейсіздер? Маған мен түсінбеймін осы халыққа. Бірдеңе дұрыс болмаса үкіметке мен бір өзім айтам. Босқа жаматып тұрамын, ешқайсың қолдамайсыңдар, шындық айтсам.
енді маған білмеймін, маған не болып келер. Что құрт әкеліп құрт жеп мәз болдым. Алдында келдіңіз ба? Иә, келдім сізге 2024 жылы ноябрь кезінде құлап қар күрейін деп содан қимшағым жарып алған. 2 апта жүре алмай жатып, сол сізді көршілерім арқылы тауып, соны барып Астанада офисіңізге қаралып, бірден жүріп кеттім ғой. Төсекте негізі тұра алмайтын, не ауына алмайтын, не мына жаққа, не мына жаққа. Сондан жақсы жүріп нетіп кеттім. Содан бастап бәрін айтып жүрмін. Өзім риза болып жүрмін. Рахмет сізге, Алла разы болсын. 40 жылдыққа келген жақсы болсын семейге. Негізі туған жеріңіз Семей ма? Ақсуат, сол 40 жылдыққа бара жатырмын. Класстастар ұстасың. Жақсы болсын бізге де. Күшті ма? Кәдімгі бала құсап жүрсіңдер ма? Иә. Мықты бір азаматқа бағың ашылып, Құдайым Алла тағала осы бір бас киім оқыса мықтылар деп, осы қызыма да беріп едім, қызым саған осы той жұғысты болсын. Келесі мамаң әкеңнің аңсаған 3 жұртына сыйлы, бүкіл Қазақстанға сыйлы азаматтың жары болсын. Доллар болсын, доллар. Мен әкем ханым деймін, мамамды айта алмаймын. Мен жақсы көретін ең сыйлы ханым Қазақстандағы көпбалалы ана, білімді қыз. Басым киіп кезінде енемен Рышкеде сенің бір сөзіңнен мен солай естігемін, үнемі қоймай айтып жүремін соны. Видео жаздым ғой сен, әлі есімде. Білімді, негізі мына қазақта білімді болғанда жақсы адам. Мен айтатын бір күні видео жаздым. Енеңнің ең жақсы көретін жерлерін жаз дедім, содан соны жаздым. Енем жақсы көретін.